Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені жақсы мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай атамыз айтпақшы. 20 жыл ішінде мектептің жүрегіне айнала білген тәжірибелі ұстаз, ақын жанды ұстаз. Студиямызда қонақта Ләззат Ғалымқызы. Ұлықтаймыз. Қайырлы кеш, Ләззат Ғалымқызы, студиямызға қош келдіңіз. Сізді бүгінгі студиямызға көргенге қуаныштымыз. Енді келе жатқан ұстаздар, ұлағат ұстаздар мерекесімен құттықтаймыз сізді. Мектебіміздің ашылғанына 20 жылдық толып отыр. Ол да бір төл мерекеміз ретінде сізді құттықтауға рұқсат еттіңіз. Енді студиямызға қош келіп отырсыз. Осы мектептің 20 жылдығында 20 жыл бойы ұстаздық қызмет атқарып келдіңіз. Осы ұстаздық жолға қалай келдіңіз, кім себепкер болды, жалпы 20 жылдық қалай өтті, сол бір кезеңдер көз алдыңызда шығар барлығы, сол туралы айтып берсеңіз. Рахмет, Ерекен Өмірзағұлы. Осындай бүгінгі кешке шақырып, сұхбаттасуға ерік беріп отырғаныңызға көп рахмет. Енді жалпы ұстаздық деген бұл ұлағатты мәртебелі мамандық. Ұстаз деген ұлағатты есім. Бұл мамандықты таңдауыма бірден бір себепші болған өзімнің әкем мен анамның мұғалімдік қызметті атқаруы, солардың үлгі өнегесі, еңбекқорлығы, ата-ананың алдындағы жауапкершілігі, солардан алған алғысы, шәкірттерінің үнемі мақтап, біздің ұстаздарымыз деп айтып жүретін мақтау әңгімелері, соның барлығы мен үшін себепші болып деп есептеймін. Және өз ұстаздарымның да ықпалы болды. Бұл енді жаңа айтып жатырмын ғой, әкем мен анамды еске алып жатырмын. Әкем химия мен биология пәнінің мұғалімі болды, анам математика пәнінің мұғалімі болғанды. Бірақ енді өзім қазақ тілінің маманы ретінде осындай еңбек жолын бастап, осы жолда жүріп келе жатырмын. Әрине, мектебіміздің ашылғанына да, бұл енді қала мектебіне келгенге дейін Жаңақала ауданында жұмыс жасадым. Жаңақала ауданында бастауыш сыныптың мұғалімі болып, одан кейінгі жылдарда аудандық білім бөлімінің әдіскері қызметін атқарып, біраз жылдарды артқа тастадық. Қалаға келген кезде осы 44-ші мектепте еңбек жолымды бастап, бүгінгі күні 20 жылдыққа дейін жетіп отырмыз. Бұның барлығы осы менің еңбек жолымдағы тәжірибемнің бірден бір тарих беттері деп айтсам болады. 20 жылдық деген жалпы тарих қой, үлкен тарих. Енді мектебіміздің тарихына бір шолу жасап өтетін болсам, осы биылғы 20 жылдыққа байланысты. Енді оны мынадай бір өлең шумақтарымен айтып өтсем. Әрине, рұқсат. 2020 жыл міне. Мерейлі мереке той бүгін бізде. Алтын ұям есігін жасқан ашқан, алғашқыдан өзгерді түрің мүлде. Сол кезді еске алайық, 20 жыл бұрын, төгіп тұр алтын арай күнде нұрын. Біреулер келіп тұрды қақпа жақтан, бұл қалай асырмақ па, не бір ойын. Біреулер келіп тұрды, бұл не мазақ. Болсын деп мектебімді орыс, қазақ, жатқанда бәрі жаңа қазақшалап қалды әйтеуір, зиялылар арашалап. Төгіп тұр алтын арай күнде нұрын, табиғатта сездіргендей нұр мен сырын. Ортақ аспан шақырып келісімге, ортақ мекен жібермеді керісуге. Оқып жүр орыс, кәріс, қазақшалап, қараймыз өзге ұлтқа тамашалап. Осындай кереметті көрген кезде болашаққа қадам бастық жаңашалап. Өтіліп, шешім тапты талай сұрақ, кең көлемді тексеріс, талай сынақ. Қалмадық сөз соңында, іс соңында, олимпиада, ұбт, мап, ашық сарақ. Қазаққа құмарланып әр өрені, би өнері дамыды, ән өнері. Ай көркем, КТК, спорт, қол өнері, сайыстардың жеңімпаз иегері. Қалмадық сан саладан құралақан, 12 жыл оқиды деп, әр балақан. Мұны да іске асырдық әп-сәтте-ақ, үйренуге келіп жатты жұрт жан-жақтан. Тізбелеп айта берсек жетістік көп, айта алман, мүлдем бізде кемістік жоқ. Көш түзелер демей ме жүре бара, халқымның
даналығы жүрі ғой ойда. Сарала, қоңыр салқын күзде жеткен. Самалдай желі есіп беттен өткен, қыркүйек қазан айы келген сайын білімнің ордасында көңіл көктем. Жыл өтіп, жылдар жылжып уақыт өткен. Сан шәкірт түлеп ұшты бұл мектептен. Төртеуі ұстаз ғана қала берді, білімді жаңартуды мақсат еткен. Жаңарды оқу білім тәсілі де, жаңарды гимназия боп есімі де. Дінмұхамед Қонаев атын алу жетістік пен жеңістердің жемісі де. Әл-Фараби айтқандай батылдар бар, ар-намысты ардақтайтын батырлар бар, жаны асқақ, алғыр да аңғарымпаз ұстаз деген ол есім ақылдылар. Ұлылықтан үйреніп талай ұстанымға балаймыз бізде солай. Үйретуден жалықпа балаға деп жолды нұсқап тұрғандай ұлы абай. Сарала қоңыр салқын күзде жеткен, самалдай желі есіп беттен өткен, қыркүйек қазан айы келген сайын білімнің ордасында көңіл көктем. Мерекеге жалғасуда, 10 жылдыққа ұласуда, мақсат, міндет, межелі орындалғай, ел ертеңі білім атты ұласуда. Қосайық әңгатыңды жырғатыңды, Дінмұхамед Қонаевтай ер асылды. Ұрпағына мән берген бесігінен, исанқысын қазағының есігінен. Тілегім ел дамысын, тіл дамысын, ер дамысын асқақтатқан ел намысын. Бабалардай ұраны білімді ұрпақ, ұстаздарға қасиетпен өр дарсын. Мектебім тойың тойға ұласын, табысын толағай боп таудан ассın. Шәкірті озық ойлы, өнерлі боп, ұстаздардың еңбегі өрге бассын. Ой, бәрекелді, керемет. Жалпы енді 20 жылдық тарихты бір ғана өлеңге сыйдыру, ол екінің бірінің қолынан келмейтін дарын. Енді жалпы Ләззат қамызы біз сізді ұстаз ретінде ғана емес, осы жаңа ғана айтып өткен өзіңіздің жүрек жарды сөзіңізден құралған бір ақындық өнеріңіздің бар екенін де білеміз. Ой, Ерекең Өмірзақ оны мен келісе алмаймын. Бұл енді ақындық деген ол өте бір қасиетті, киелі бір дарын иесі. Дарын иесінің талантын танытатын дүние ғой негізі. Сондай бір қасиет ақындық деген. Сіз сонда өзіңізді ақынмын деп есептемейсіз? Әрине. Оны мен олай деп есептеуге өзімді. Мен әлі де болса жетісіп, жетілген ақынмын деп айта алмаймын. Ақынға жақын адам десеңіз, оған кішкене келісуге болады. Өйткені менің өлеңдерім өзімнің жанымнан шыққан бір азын шоғын болса да шумақтарым, ой өрнектері, бірақ оның барлығы нағыз майталман, елімізге танымал, керемет тамаша ақындардың сынынан өтпеген, өз бағасын алмаған, жай ғана бір өлең шумақтары, ол менің күнделікті бір ермегім есебінде жазылып жатқан дүниелер. Сондықтан да бұл сұраққа, кімсіз деген сұраққа әрине менің берер жауабым мүлдем басқаша. Сонда сіз өзіңізді ақынмын деп есептемейсіз, сіз біз үшін бәрібір де ақын болып қаласыз. Жалпы сіз ақынмын деп есептемейсіз, сонда сіз өзіңіздің ойыңызша кімсіз сонда? Кімсіз дейсіз ғой. Ол менің мынадай төлі құжатымның жауабын алсаңыз болады, кімсіз деген сұраққа. Кімсіз десе, айтар ем ұстаз атым. Мақсатым бар ұрпаққа ел үшін ұстанатым. Бар әлемге әйгілі ұлы елімнің орындасам деймін мен аманатын. Сондықтан да мадақтап мақтанатын ұлағатты ұлы есім ұстаз атым. Осыдан кейін қалай сізді ақын деп айта алмаймыз, былай қарап тұрсаңыз. Керемет, өлең шумақтарыңыз ерекше керемет. Ләззат қамыз енді арада 20 жыл өтті, аз уақыт емес. Осы 20 жылдықта жаңадан келіп жатқан жас буындар бар. Осы мектепке қадам басып, енді ғана өзінің ұстаздық жолына қадам басып жатқан, енді ғана өзінің ұстаздық өміріне бір баспалдағына шығып жатқан деп айтуға болады. Сондай бір ұстаздарға, жас буын, жас мамандарға өзіңіздің бір айтар кеңесіңіз. Рахмет көп. Бұл сұрақты өте бір қажет, өте бір керемет сұрақ.
мынау ұстаздық мамандық, бұл енді мәртебелі мамандық деп жатырмыз, ұлы мамандық деп жатырмыз. Бұл жолға келген әрбір жас маманның өмір жолында үлкен, қызықты да қуанышты, қиындығы мол жылдар болады. Сол жылдардың барлығын баспалдақ түрінде қарастыруға болады. Бұл жөнінде мен енді ұстаздық жолдың баспалдақтары деген бір өлең жолдарымен жауап бергім келеді. Жастарға үлгі болсын, жаңағыдай тәжірибелі ұстаз атану үшін қандай жолдардан өтеді, соны біліп, өздері ой түйсін деген мағынада айтып өтсем, оқып өтсем. Алғашқы баспалдақ бірінші жылда. Шәкірттерің құрбысына балайды. Әріптестер баласынып қарайды. Бізде солай жүрген біздік кезінде жан аямай жүргеніңді қалайды. Осылайша еңбек жолың басталмақ, 2-3 жылың жылжып кейін тасталмақ. Көзге түсіп бірден жақсы көрінсең, бәрекелді, беделіңде жақсармақ. 4-5 жылда тым тәуір болып қаласың, көпшілікпен тіл табыса аласың. Білмегенді әріптестен үйреніп, білгеніңді үйрететін боласың. Жылдар өтіп, 9-10-ға жетесің, сөйтіп жүріп, 10-дықтарға өтесің. Кейде озық көрінумен қатардан әкімшілік дәрежеге жетесің. Одан әрі алтын орта барасың, керемет бір мақтаулар да аласың. Кімге, қалай десе дағы бірақ та құралақан жүргенді де табасың. Сөйте, зейнетке де жетерсің. Осылайша бейнет көріп өтерсің. Бейнет әлінде тырнақшаның ішінде. Айтқаныма сенерсің, сенбессің, бар қызықты өз көзіңмен көрерсің. Дегенмен де ұстаз деген ең төзімді халық қой. Ұстаз деген ең сенімді халық қой. Ел сенімін абыроймен ақтайтын ұстаз деген асқар таудай алып қой. Сондықтан да жас мамандарға, жас ұстаздарға айтарым, ерінбей, жалықпай, тер төгіп, шәкірттерін тәрбиелеп өсіріп, елдің алғысына бөленсін, абыройлы атаққа ие болсын дегім келеді. Бәрекелді, рахмет. Енді жалпы Ләззат ханымқызы барлығымызға сіздің жолыңызды берсін. Сіздей ұстаз болу, ол бір басқа қонған бақ деп білеміз. Енді жалпы осы бүгінгі студиямызға келіп, уақытыңызды бөліп, осынау керемет өзіңіздің жүрек жарды жыр шумақтарыңызбен бөліскеніңізге көп рахмет. Алда сізге денсаулық, зор бақыт, отбасы амандығын тілейміз. Және де біздің студиямызға келгеннен кейін алдағы уақытта керемет мерекелер келе жатыр. Ұстаздар күні, біздің жаңа айтып кеткен сөзіміздің барысында 20 жылдығымыз бар. Соған қатысты бір әріптестерге, ұстаздар қауымына деген бір тілегіңізді арнап, сонымен бағдарламаны аяқтасақ. Құрметті әріптестерім, ұстаздық жолда жүрген барлық біздің зиялы қауымға айтарым, алдағы төл мерекеміз, кәсіби мерекеміз құтты болсын дегім келеді. Білімімізде, біліктілігімізде сол елдің болашағы шәкірттер үшін, сондықтан да біздің оқытып тәрбиелеп отырған шәкірттеріміз биіктерден көрінсін, қанаттары талмасын, елдің азаматы болсын, ел алдында абыройлы қызмет атқарып, аман есен жүруге шын жүрегімнен тілектестігімді білдірем, шығармашылық табыстар тілеймін. Бәрекелді, рахмет. Сізге де шығармашылық табыс, алдағы уақытта зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Біздің студиямызда болған өзін ақынмын деп санамайтын қарапайым жан, бірақ десе де өзінің қылқалам шебері, керемет жүрек жарды өлеңдерімен әр шәкіртінің жүрегінен орын таба білген тұлғалы, керемет, дарынды, ерекше, тәжірибелі ұстаз Ләззат Қалымқызы. Ұлықтаймыз да келесі кездескенше аман сау болайық.